Адам деген қиналып болса, біреу басқа қылып кетсе, ауырып өлсе, бәрі жаны ашып жүреді. Мынандай жағдайда өлгенін, намаз қылмай, ораза қылмай, бар зекетін бермей өлген адамға бүкіл адам жиналып қайғыру керек негізінде. Не болды ол деген сұрақ қою керек та. Не болды? Не істейді олаған? Осындай жағдайда өлсе, әке шешең, туысқаның, сен бақыттысың. Соған сен амал істе. Олар осындай жағдайда өссін. Дұға қыласың, үміт етесің, түбінде иншалла жәннатта жолығасың. А олай болмаса, ішкізген, жегізген, оған әперген көлігің, дүниеде ғана. Сен жақсылық қылмапсың оған. Солай ма? Үйрет оған. Туысқаның, әке шешең, фатиханы үйрет, дінді бір ауыз пайдайды. Амалыңмен, жаныңмен, тәніңмен көрсет. Ол әке шешең білген жақсылығын саған көрсетеді. Солай ма? Сол үшін сен анан істеме, мынан істеме, жақсы дегеннің бәрін үйретті. Кейбір нәрсенің жақсы екенін білмей қалатса, сен ренжіме оған. Сен үйрет оларға. Түсінбей жатса түсіндір. Сен бала кезінде сені де көтерген оласың. Саған да сабыр еткен. Аспаннан салбырап түскен жоқсың ғой. Солай ма? Қандай болса да сенің әке шешең саған не қылды, сол жақсылық қылды. Соны үйрет оларға. Сабыр ет. Сәлеметте өтсе, осындай жағдайда өтсе, калиман шахадан айтса, әйтеуір намазда өтсе, кейбір дүние қиыншылығы болса да, жәннатқа бір Аллах Тағала алып алғанда бәрін ұмытады. Сенің оққан, сенің жаттаған Құраныңмен дәрежесі көтеріледі. Сол уақытта Алла дәрежесін көтереді. Сенің қылған дұғаңмен валадун салих ядъу лаху, кетіп атқан кезде осындай бала тәрбиелеп кет, қанша әке тәрбиелейді. Саған не қылатын? Өлгеннен кейін көмектесетін үш нәрсе, соның бірі солих бала. Не қылады ол баланы? Дүниемен мәшғұл қылып кетеді. Сат, ал, бүйт, сөйт. Ол өлгеннен кейін баласы көме салады да дүниемен мәшғұл. Бұл өле саған уақытта жылқы сойып, адамдар не деп айтады екен деп адамның разылығымен мәшғұл болып кетеді. Мынау әкесін жақсы көреді екен деп соны білу үшін. Солай ма? Әкем не болып жатыр екен? Қазір қандай дұға қылсам болады екен? Жаназада қалай дұға қылсам екен деп ойламайды ол, білмейді да оны, ойламайды да ол деген. Қалай оқуды да не алмайды? Білмейді. Сөйтіп мен жақсы көрем. Әкем басына дәу тас қойсам, не істейсің ол дәу тасты? Дәу тас оны жәннатқа апара ма? Темір салсам дейді, апара ма оны жәннатқа? Қылмайсың ба? Дұға қылмайсың ба? Оқымайсың ба? Осы нәрсені істемейсің ба? Шариғаттағы көрсетілген амалдан басқа ештеңені қабіріне кіргізе алмайсың сен оны. Адамға көмектесетіннің бәрін шариғатта баяндалған. Соны істе, соны орында, осы дүниеде тірі кездерінде. Өлгеннен кейін сурет салып, атын жазу, басына гүл қою христианнан үйренген нәрсе. Ол ештеңеге көмектеспейді. Болмаса кейбір ақымақ христиан басына барақ шейді. Солай ма яғни? Осы кезде пайдалан соны. Аз уақыт. Шешеңнің, кейбір әке шешеңнің мінездерін көтер. Ертең өкініп қаласың. Қаншама адам әке шешесі арқылы жәннаттың есігі. Пайғамбарымыз айтты ғой, Омардың баласына. Мына әкең тыңда деді. Ол қаласаң жәннаттың есігі дейді. Қаласаң сындыр, қаласаң сақта оны дейді. Кейбіреуде жоқ сол жәннаттың есігі. Сенде бар екен. Соны сақта, соған амал қыл. Жәннатқа баратын жолдар өте көп. Өте көп. Соларға үйретті. Олар намазсыз жүрсе, ораза жүрсе, дұға қыл оларға. Дұға қыл, Алла кешірді. Келтірсін соны деп. Субханалла, күнде böyle. Күнде бол деген ақшасына апарып құмар ойынға ойнаса, қалай сен уайымдайсың оны? Егер ол алқаш болса, қалай уайымдайсың? Араққа батып кетті ау, ақшасын құрттау, ертең дүниесін сатады, қатынмен ажырасады, үйтеді, бүйтеді деп. Ол мұсиба ма? Мынау ақыретке кетіп жатыр. Мойнында 30 жылғы оразасы бар. 30 жылғы намазы бар оның мойнында. Субханалла. Раббысының ақысы. Міскіндердің ақысы, зекеті бар оның мойнында. 30 жылдар бойы тұрған. Қажылығы бар оның мойнында. Сонымен кетіп жатыр да ол. Алла оның бәрін сұраса не деп жауап береді деп ойлайсың? Қазір ойлаш сенің. Туысқаның, әкең, бауырың ана қабірге қып кетеді. Ешкім жоқ оның қарсысында. Ештеңе істей алмайсың сен оған. Сен дүниеде қазір оның көзіне жас келсе, қалай жүрегің ауырады? Әке шешеңнің көзіне жас келсе. Ол қабірде қап кеткен уақытта сол жас келеді оның көзіне. Сен соны қалайсың ба сол нәрсені? Сондай жағдайда бол, ойлаш сен қандай жағдайда ол ештеңе істей алмайды көзіне. Мал да бала шаға да көмектеспейді оған.
Қабырын қазып ештеңе кіргізе алмайсың. Мыңдаған қария әкеп оқытсаң, ештеңе істей алмайсың оған. Егер иманмен, айбаратпен өтпесе, ешқандай пайда болмайды. Сосын қазіргі кейбір нәрсеге сабыр етіп, барып уағыз қылудан шаршама. Сөйлесуден, оларға дұға қылудан, әрбір осындай Рамаданның қадір түндерінде дұға қылған. Біл, анаң саған әрдайым дұға қылады. Жақсы болсаң да, жаман болсаң да. Дұға қыл соған. Кейбір ғалымдар айтатын, біз бейшарада сондай кемшілік, өкінішке орай. Ғалымдар айтады, не істейсіңдер әке-шешелеріңе? Енді үйден шыққанда дұға қылып, ассалаумағалейкум, үйден келгенде дұға қыламыз дейді. Мен әке-шешеге жақсылық қылуды білгеннен кейін шешем анам үйде ештеңе істеген емес дейді. Ештеңе істеген емес, ұяттымыз да бұл жерде. Біз бейшара арасында бұл нәрседе ұяттымыз. Алла бізді кешірсін бұл нәрседе. Осындай дәрежеде анамыздың қолын суға салып, олардың осындай нәрсені не қыла алмағанға, істей алмағанға. Расында осындай нәрселерге адам не қылу керек? Шамасы барынша осындай түндерде қасында бола алмасаң да дұға қыл оларға. Олардың қолын жылы суға сала алмасаң да, әйтеуір осы дұғаңнан, сенің оқып жатқан Құраннан оларға пайда болсын. Бар адамдар сол нәрсені істеу керек. Рамадан кезінде түнде қаңғи бермей, күнде бауырларымен жиналып, тамақ жеумен, әңгіме қылумен өткізбей, солардың қасында бол. Оларға жәрдем бер. Оларға не қыл? Дұға қылуына үйрет сол нәрсені. Сәждеде жатып, ана жақта бір сағат көшеде жатқанша, үйде сәждеде жатып дұға қыл. Сұра, көзіңнен жас шықсын. Сен ауырған кезде ауырған олар. Сен қарны ашқанда ашқан олар. Сол үшін шарша. Олар жамандық қаламайды, бірақ кейде білмейді ол нәрсенің жақсылық екен. Білмей қалып, жаман болып жатыр екен. Мына балам террорист болып кетпесе екен деп уайымдайды ол деген. Әйтпесе сені жамандыққа қимайды. Сол намаздың қайыр екенін білсе, ең бірінші сол саған беретін еді. Бірақ кейбір ақымақтардың, кейбір бұзықтардың амалдарынан нені көрген, соны көріп қорқады сен ертең. Ана ақымақтар сияқты өзін жаржы берем екен, біреудің қанын төгіп қоям екен, әйтеуір аз болса да мұсылман болып, сондайға бармай-ақ жүре берсе екен деп ойлайды. Жақсылықты саған қаламай ма? Қалайды саған. Бірақ не? Әр түрлі нәрседен қорқады. Бұл жерде баракаллаху фик айтайын деп жатқан нәрсеміз арасындағы мұсайба осы нәрсе. Осындай бәле болса, соны түзеумен не қылу керек? Адам ақиқатында әрекет қылу керек.